Мұхтар Тілеуғазыұлы. Болғандасымыз ұлты қазақ бола тұра Қытайдың патшалары мен батырларының рөлін сомдауға ең жоғары сұранысқа ие актерлардың бірі екен. Кино әлеміне қадам басқан 3-4 жылдың ішінде Қытайдың ең әйгілі режиссерларының туындыларында беделді рөлдерде шеберлікпен ойнап, қалың көрерменнің көңілінен шыққан. Мұхтар Тілеуғазыұлы Қытайдың Шыңжаң аумағы Күнес ауданының тумасы. Негізгі мамандығы экономист болса да, өз орнын өнер әлемінен тапқан. Алдымен ұзақ уақыт сәнгерлікпен айналысып, кейіннен кино саласына жол түсті. Бала кезінен өзімен тетелес өскен үш бауырымен қолға таяқтан жасалған қылыш алып, батырлардың бейнесін сомдап, алысып ойнағанды ұнататын еді дейді Мұхтар. Бүгінде бауырлар есейіп, түрлі саланың тізгінін ұстап кетті. Ал Мұхтар болса, әлі сол батырлардың рөлін сомдап жүр. Теңіз сәнгер болып жүргені осындай бір режиссердің көзіне түсіп, сен кино істесең болады кейін, осы жағынан бәрі толық екенсің деген соң осындай 2009 жылы осы бірінші киноды бастаған, әзір енді 4 жыл болды. 4 жылдың өзінде-ақ 20-дан астам киноға түскен. Негізінен тарихи фильмдер. Оның жұлдызын жарқыратқан Қытайдың Лучан есімді белгілі режиссерінің Патшаның тойы атаулы фильмі болды. Бұл тарихи фильмде Мұхтар патша күзетші рөлінде ойнайды. Өз рөлін өте шынайы ойнап, көпшіліктің көзіне ілігіп, көңілінен шығады. Көрерменге өзінің батыр келбетімен, өнерсүйер қауымға әртістік талантымен есте қалады. Егер Мұхтар бұрынғы кездерде туған болса, өзі сомдап жүрген батырлардың бірі болып шығуы әбден мүмкін еді. Себебі ол шын өмірде өте тұнық, мінезі салмақты, түрі де батырларға келеді. Ең бастысы оның адамдық қасиеттері, өте қарапайым және кішіпейілділігі үшін қатты сыйлаймын оны. Қандасымыз қазір Қытай кинематографиясының ардагері, атақты режиссер Тянь Жуанның Империя әйелі атаулы кезекті туындысына түсіп жатыр. Фильм келесі жылы шығады. Мұнда ол тегі түріктен шыққан, таң патшасын тақтан тайдырған, кейіннен оның орнын басқан Ан Лушан есімді қытайлық батырдың рөлін сомдайды. Ендігі арманы қазақы кино әлемінің дамуына үлес қосып, өз ұлтының тарихи тұлғаларының рөлін сомдау дейді. Дәурен